Айқын фавориттер менің ойымша әлі де екеуге қысқарды деп ресми түрде айта берсек болатын сияқты. Қайрат пен Ордабасы. Осы екеуі ғана алтынға таласады. Бұл жерден Абраевқа байланысты Брюггеге өтеді, 2 жылдан бері қызығып жатыр деген ақпарат тарап жатыр. Енді оның рас өтірігін кесіп айтсаңыздар. Алтайда премьер-лигада тұрып жүрген, пенальти тосып жүрген қақпашы каким-то образом остается вне поля зрения главных тренеров. Орысша айтайын, ол жақталар орысша сөйлейді ғой? Ол жақта біраз ойыншылар негізгі құрамға шыққысы келеді, өйткені премияның саны көбейеді ғой. Ал оның алдында бұлай тосқандарын ешкім қарамай ма сонда? Жоқ, қарамайды бізде. Не үшін? Оның алдындағы Селтикпен тұрған пенальтиларын оны ешкім қарамай ма? Жоқ, бізде сүрінген кезін қарайды. Ассалаумағалейкум достар, құрметті бірінші бол арнасының көрермені. Бізде матч-дей, кезекті шығарылым. Енді жігіттер әлем чемпионатымен, бірақ біз үшін одан да бір қастерлі, қадірлі чемпионат бар, Қазақстан премьер-лигасы. Соны талқылауға жиналып отырмыз. Керемет ойындар болды. Ермұхамед Мәулен, Елдос Ахметов, Музарт тобы, баяғы классический состав. Классика демекші. Ордабасы және Елімай арасында ойыннан бастайық. Бірден талқылауды бастап кетейік. Сырт алаңда нағыз чемпиондық ойын, 1-3, Әмір тағы гол соқты, гранд командаларға гол соғуды тоқтатпайды. Әдетке айналдырды. Ұлттық құрамаға алынды ғой, содан кейін шабыт ашылған шығар. Ақтөбеге соқты, Астанаға соқты, Жеңіске соқты, Қайратқа ұрмады. Соғайын деп қалды. Тағым керді, ойнасы мықты командаларға ұрып жатыр. Тобылға ұрды. Алпауыттарға әмірі жүріп тұр. Тақырып па? Тақырыбымыз тұр ғой, ақырып дейсің ғой. Дәл солай болды. Енді бұл матчқа байланысты айтатын болсақ, өте сұрапыл матч болды. Тур мынау басталған кезде жалпы осы матчты біз күттік, өйткені бірінші күнгі кездесулер сәл сүреңсіздеу болды. Кейбір матчтарды енді қинап қызықтырып жібердік соңында, әсіресе Жетісу Оқжетпес арасындағы матчтар деген секілді, Қайраттың ұтылып қалғаны деген сияқты, оның бәріне ұтылған жоқ, енді тең түсті ғой, бірақ ұтылғанмен бірдей болып қалды. Сондықтан бұл матчқа енді Ордабасы бар күшін салып дайындықпен келді, өйткені қазір бірінші орында тұрып, чемпиондыққа ұмтылып бара жатыр. Сондықтан әрбір матч қазір соңғы матч секілді болып жатыр. Мотивация деген пішен. Сондықтан енді басшылығы да мынау Дархан Қызайбаев бастаған кісілер де өткенде біздің подкастта болған кезде айтып жатыр. Премияны да, бонусты да, мотивацияны да аямай беріп жатқанға ұқсайды. Соның салдарынан мінекей команда қатты ойнап жатыр. Одан кейін айта кететін жағдай, индивидуалды жеке шеберлікті де ескере кетуіміз керек. Кейбір футболшылардың шеберлігі деңгейі көрініп тұрды. Сонымен қатар Бекхан Шайзаданың орнына қақпада тұрған Қажымұқан Бекхан Шайзада отравление болып қапты. Солай шыға алмай қапты. Сол Қажымұқанды жақсы тұрды бұл ойында, өзінің мүмкіндігін күтіп жүрген еді. Ал сонымен қатар трансфер терезесі ашылды ғой Қазақстанда. Соны Ордабасы ұтымды пайдаланған клубтардың бірі, осы Ақтөбе және Ордабасы мықты пайдаланып жатыр деп айтсам артық емес шығар. Қателеспейтін шығармыз. Және мынау алған Йонсон, өзінің бірақ айтуы бойынша Джонсон екен, негізі Инстаграмда видеоға түсіргенде өзі менің атым Джонсон деп таныстырыпты. Енді Қазақстанда бәрі Йонсон деп жатыр. Кім болса да әйтеуір ірі алпауыт денелі шабуылшы екен, пайдасын тигізді. Және сонымен қатар Оқжетпес сапынан ауысып келген Әбинұр Нұрымбетті де айта кетуіміз керек. Бұл футболшылардың барлығы да әжептәуір қаржыға сатып алынған футболшылар. Мінекей Қазақстанда инвесторлардың келуімен 2026 жылды қазақ футболындағы қаржының пайда болғандығы және осындай трансферді бір-бірінен ақша төлеп сатып алатын коммерцияланған
Қазақстан чемпионаты деп айтуға болатын шығар деп. келген футболшы тегін футболшы қарастырады бізде. Енді әлбетте біздің Қазақстанда енді ақша жақты білмеймін, бәлкім болған шығар кейде, бірақ менің білуімше ондай ақпарат болмаған. Үйдегі келін бала тегін күйеу деп жазып қоймап па сені? Еспей тұра берсін. Жалпы дұрыс айтасыз, тегін бала деген мен балам деген сияқты. Тіпті Абинурдың өзін ақшаға сатып алып отыр, Иә, әрине. Қазақстан премьер лигасында соңғы рет Әлібек Қасым шығар осы. Әлібек Қасымды Қызылжар сапынан 80 миллион теңгеге сатып алғаны туралы ақпарат болған. 2021 Баяғыда, иә. Оны клуб төлемеген, оны демеуші кісі төлеп берген еді. Қызылжар клубына 80 миллион теңге болған. Одан кейін енді бізде мына Тараз футбол клубында болды осындай Жоқ, трансферлер. Қазақстанның ішінде. Қазақстанның ішінде сол Тараз футбол клубынан Қызылжарға өтті. Осы Оқжетпеске де ауысты, Қайсарға да футболшылар ауысты. Осы кезде енді бірақ енді 18 миллион теңге, 5-6 теңге. 4 миллион 786 мың теңге деген сияқты сондай цифрлар болды. Компенсация ғой енді өйткені ол. 1000 МРП деген сияқты. Иә, Мына жақта сондай. 100 миллионға қателеспесем. Бұл жақта иә миллиондап кетіп жатыр әңгіме. Қасымызда миллиондар ары бері жүріп жатыр. Жоқ, енді қанша миллион кетпесін, енді ойынға оралайық. Менің ойымша мынандай тұрақтылық ойын білмеймін енді. Бұндай халде бара берсе, менің ойымша мынау чемпиондық ойын негізі. Бұлай қарасаң, мынау легионерлердің сапасы, қазақстандық ойыншылармен олармен бұлай араластырып барып ойын өрнегі өзгермей, мынау тренердің да білмеймін. Натель дегеннің енді мынау штрафнойдан ұрған голы мынау енді пушка болды кәдімгі. Бұлай тебетін ойыншы жоқ Қазақстанда, мынау енді. Асхаттағы берген секілді тепті. Асхат енді арасында осылай тебеді. Мына жігіт енді бір гол соға алмай жүр, бір гол соқсам ашылам деп жүр екен. Енді бұл ашылып кетсе не болады ары қарай? Қызық көкесі енді болайын деп тұр. Мынау Қажымұханды айта кетейік. Қазанның қақпағы ашылды дейсің ғой. Иә, Қажымұханның негізі бос жылда тұрды ғой. Кубокта тұр. Кубокта тұрды. Ішкі біріншілікте міне бірінші ойыны. Енді Қажымұханды бұл ойында өте керемет жоғары деңгейде ойнап тастады. Және Эвертонның да жарақаттан айығып келгенін айта кетуіміз керек. Иә, Эвертон күшейтті. Енді неге? Өйткені ол жақта енді бәсеке пайда болды ғой. Ауырып жатқан балдар тезірек алаңға шыққысы келеді. Тезірек жазыла бастады дейсің ғой. Енді білесіз ғой, ақшаның өзінің несі бар ғой, мысы бар, мотивациясы. Енді бұл жақта біраз ойыншылар негізгі құрамға шыққысы келеді, өйткені премиянтта саны көбейеді ғой. Сол сияқты. Өткен жылы сол Эвертонға егер 10 гол соқсаң, сол 10-шы голыңа 2 жалақыңды қосып, осы маусым соңында бонус береміз деген ғой. 9-мен тоқтап қалған. Сөйтіп кішкене жетпей қалыпты. Ал мына жерде Роман Мұртазаевтың да керемет ойнағанын айта кетуіміз керек. Жалпы бұл футболшы маған баяғыдан ұнайды. Мұртазин өте шебер. Қазір мынау тәжірибеге басып алған. Осы жерде мына қарасаңыз, офсайд деп есептелмеді ғой бұл гол. Осы Мұртазаев офсайд. Мен ойладым, бұл шынтақпен ұрып кетті. Жоқ, офсайд. Бұл енді ұзақ талқыланды негізі бұл эпизод ше. Қазір жанкүйерлердің барлығы емес, енді көбі ордабасыға қарсы жанкүйерлер ғой, барлығы жазып жатыр. Таза гол есептелмеді деп. Меніңше вар жүйесі бар, Хоукай бар, білмеймін енді. Енді Мұртазаевтың жақсы ойнағанын айта кетейік, өйткені біз өзіміз тәжірибе бердік қой, енді ұлттық құрамаға шақыртылды, ары қарай өзіне бір дем берді десем. Онымен қатар бұл командада Оразов бар, Плакка деген сияқты ойыншылар бар. Бұның бәрі негізі лық толы стадион айта кетейік, Елімайдың шыны керек әр ойыны шоу болып жатыр ғой, кішігірім Ордабасының де видеосын көрдік жаңа Инстаграмда. Күшті ғой. Сол сияқты матчдей керемет болды десем қателеспеймін, бірақ нәтиже мен ойымша Елімайды қатты қуантпады. Бұл жерде енді жаңа легионерлер шешіп кетіп отыр, шыны керек. Натель бірінші шынырды, екіншісін Абагын ұрып отыр. Үшінші голды да жаңағы Йонсон жасап отыр. Кеше Қайратқа қарсы ойында да жаңағы көрдіңіздер Килама есептен естірген кезде енді сапалы легионерлер келгеннен кейін менің ойымша әр құрама күшейді. Сол сияқты мынау енді премьер ретінде айта кетейік, Ордабасы сапалы легионерлерді алғаннан кейін Әмірдің де ойыны жүріп жатыр, Илханның да ағайындылар ойыны керемет жүріп жатыр. Менің ойымша бұл жақта ұтып жатқан тек қана қазақ футболы. Өйткені бізге ұлттық құрамаға шақыртылатын ойыншылар сапасы бәсекеге қабілетті болу керек. Жаңа Джонсонның соққысы өткір бұрыштан негізі створға қарай бара жатқан. Кіріп барады. Негізі ұзын бойлы шабуылшылар неуклюжий болады ғой негізі. Ағаштау дейді ондай. Бірақ мынау енді кішкене жеміс ағаш екен.
мәжидаға шымай ысқақ демекші иіліп тұр. Иә. Енді Ермұхамед мырза, бүгінгі подкаст керемет бастадыңыз. Қазақ футболы коммерцияланған жыл деп. Енді осылай коммерцияланып кете берсе, ары қарай енді біздің чемпионатымыз деңгейі жақын 1-2 жылда әжептәуір деңгейге өсейін деп тұр ғой. Тура осы жерде бір кеше ғана бір мақала оқыдым да, коммерция осы туралы. Біз енді көбінесе біз футбол тақырыбында жүреміз де мән бермей қаламыз. Ал мынау негізі Америка құрама штаттарында кеше журналист достарымыз, әріптестеріміз бәрі барып жатыр ғой. Сөйтсе анау НБА-ның жартылай финал ма? Финал болды. Нью-Йорк Никс пен Сан-Антонио Спирс ойнады. Енді ол енді драмаға толы болды енді. 11 мың ақш доллар тұрады екен билеттері ше. Енді сондай билеттер бар екен ішінде. 30 мың доллар тұрады. Ол екеуі арасындағы 5-ші ойында 300 миллион просмотр болды ғой. Сол матч мен айтпағым, бір матчынан бар ғой. Бір матчынан. Да, 4 серия ма? Соның бір матчынан 700 миллион доллар тауыпты. Масқара анау, не деген ақша? 700 миллион доллар. Баскетболдан тауып жатыр адамдар. Америкада енді культ қой енді ол баскетбол. Түсінікті. Бірақ енді сол футболдан да шамамен осындай нәрсе жасауға болады да. Қазір ана баскетбол, анау Америкада қазір енді әлем чемпионаты болып отыр ғой. Кеше Катар мен Швейцарияның матчын көрдіңіздер ме? Стадион жартысы пустой. Адам бармаған. Сағат 1-де ойнап отыр. Кімге керек ол? Көрдіңіз бе? Өте қиын жағдай. Сондықтан ақша жасау, маркетинг, мынау заманауи осындай құрылғыларды пайдалану, футболды кез келген осындай активити нәрсені ақшаға айналдыру деген бұл өте қызықты нәрсе де, дұрыс нәрсе. Бизнес болып барады. Бизнес. Соған енді мына біздің бизнесмендер келді ғой футболға. Енді одан ары қарай сол жалғасын тауып, келесі жылы мүлде біз коммерцияланған жағдайға жетуіміз керек. Біз қазір маркетинг жағдайында кез келген баскетболшыны ол жақта мега жұлдыз қылып жібереді да. Брэнсон деген ойыншы MVP атанды, ол бой 1.85. Баскетболға келмейді ол 1.85. Ол негізі керек болмай қалған Далласқа осыдан бір 2-3 жыл бұрын. Сонымен Нью-Йоркқа өтеді, биыл MVP сезоны болып жатыр да. Оның контрактысы 150 миллион доллар ақшалады. Соның артынан анау, міне кезінде керек болмай қалған, қазір мықты болып кетті деп керемет маркетинг жасайды да. Міне Әмірді де осылай істеуге болады. Қымбат екен ғой. Әмірді де осылай істеуге болады. Міне Қазығұртта туған ауылда міне осылай өсті, қиыншылық көрді, келді, гол соқты, чемпион атанды деген сияқты. Қиыншылық көрмеген болса да, көргізе салып, ауызша бүйтіп. Енді ауылда өскен адам бәрі қиыншылық көрді. Жалпы сонда бұл жерде мен айтпақ қорытынды әңгімем, енді Елімай да сондай командаға айналып келе жатыр, Ордабасы да, Қайрат енді о бастан біздің алғашқы коммерцияланған клубымыз. Қазір енді мынау Астана футбол клубы ғана қалып отыр, коммерцияланбаған. Сол коммерцияланса, оған да бір титулды демеуші келіп сатып алса инвестор. Сонымен мынау Қазақстан футбол федерациясының басшылығының, мысалы Марат Омаровтың, Бекжан Сафинов деген кісілер жұмыс істеп жатыр осы бағытта еді. Солардың миссиясы орындалады. Миссиясы орындалады деп есептеймін, егер осыны соңына дейін өткізсе, жіберсе. Ал бірақ енді біз басқаша талап етеміз ғой, жанкүйерлер ол қалай есепке алып қалады. Марат Омаровтың кезінде ұлттық құрама әлем чемпионатына шыққан жоқ, Евроға шыққан жоқ, нашар болды, бүйтті сөйтті дегенмен ғана есте қалып кетуі мүмкін. Бірақ біз журналистер, осы қоғамдағы пікірді қалыптастырушы адамдар, біз оны да айта кетуіміз керек. Ол да бір жағынан плюс. Жақсы жерлерінде айтуымыз керек. Бұл енді бұл саясаттың қалай басталғанын білесіздер ғой. Бұл енді президенттің тікелей тапсырмасымен, Қасым-Жомарт Тоқаевтың тікелей тапсырмасымен болып жатыр ғой негізі. Өз еркімен негізі ешкім келе қоймайтын еді ау. Ол президенттің тапсырмасы. Тәжірибе көрсеткендей, футбол бизнеске айналу керек деп жолдауында айтты. Сол сөздің мінекей бұйрықпен орындап отыр ғой. Бұйрықпен кетіп жатыр. Өте тамаша. Енді әрбір өңірде, әрбір ірі қалада бір ультра заманауи стадион соғу керек деп бір айтып жіберсе, тіпті тамаша болайын деп отыр. Керемет. Оған да кеп қала жатырмыз дегенде. Ордабасы қазір енді турнир кестесінде көш басында тұр. 4 ұпайға Қайраттан озып кетті. Бір ойыны кем дегенде енді шыны керек. Қазір маусым ортасына келді ғой енді. Қазір экваторына тақады. Осы жерде енді айқын бір фаворит пайда болды деп айтсақ болады меніңше. Алда енді Қайрат, Елімай, мына бәрі енді Еурокубоктағы ойындар бар ғой. Жоқ, айқын фаворит болғанда бұл жерде енді сіз оны ары қарай кетіп қойыпсыз ғой. Айқын фавориттер менің ойымша әлі де екеуге қысқарды деп ресми түрде айта берсек болатын сияқты. Қайрат пен Ордабасы. Осы екеуі ғана алтынға таласады. Қалғандарында мүмкіндік сәл аздау деп ойлаймын. Бірақ Қазақстан чемпионаты кейде
құбылмалы, кейде осындай бір кейде жағдайлар болып тұрады, біреу атып кіруі де мүмкін. Түстен кейін жауын жауады дейсіз ғой, күн шығып тұрып. Көрдіңіз бе? оқ жетпес дейсіз ғой, кішігірім. Мысалға да, енді мен қазір Ұлытаудан да қорқа бастадым. Ұлытау дейсіз ғой. Оқ жетпес келесі турда Оқ жетпестің бір ойын екен ғой, Оқ жетпес жеңетін болса сол ойын Қайратқа жетіп алады. Көрдіңіз бе? Сондықтан өте қызық. интрига әлі қызғын көкесі алда, но мен сонда да айтып отырмын. Басты екі ғана фаворит, осы Қайрат алматылық. Енді қанша дегенмен Қайрат ол. Қайрат биыл мықты, ертең мына тренер ауыстырып бола ма, ауыстырмай ма? Испаниялық шабуылшыны алып. Гуаль деген. Дардай екен ғой. Реал Мадридте ойнаған дейді. Легияда ойнаған кезде осы Ордабасыға қарсы матчта алаңға шыққан, Шолик бәрі Гуаль дегендер. Сондықтан ол өте мықты шабуылшы. Кеше бір моменті болыпты, оны ұрамай қалыпты. Кеше Қайраттың өз алаңында Атыраумен тең түсіп қалғаны. Осы ойынға өтіп кетейікші. Аянышты жағдай енді қарағанда. Бұл енді Қайрат маусым басында жаңа бәріміз айттық қой, 1-0 есеппен жеңіп алуды бұл әдет қылды да, жаңа есеп ұстауда енді қас шебер енді. Бұл жерде сол 1-0 болып тұрған кезде енді Темірлан Анарбек көрдіңіздер қателесті. Осы жерде мен қосылып кетейін. Сол қателіктен кейін гол кірді, енді мына жақта қазір енді жазбаған адам қалмады ол туралы. Конкуренция жоқ, босаңсып кетті. Ал оның алдында бұлай тосқандарын ешкім қарамай ма сонда? Жоқ, қарамайды бізде. Не үшін? Оның алдындағы Селтикпен тұрған пенальтиларын оны ешкім қарамай ма? Жоқ, бізде сүрінген кезін қарайды. Неге біз сондай? Қазақпыз ғой енді ол енді. Неге осындай кезде дем бермейміз деймін да біздің? Неге күш бермейміз бұған? Енді бұл қатарынан екінші ойында өрескел қателік жасап жатыр ғой енді. Қайратқа қарсы, Ордабасыға қарсы ойында да бірінші голды енді Анарбековтің атындағы гол болды. Мына жерде де енді көрдіңіздер. Өте маңызды. Жоқ, енді бұл футболшы болғаны мен осы жерде кішігірім түсінбеймін да. Бұл жақта қараңыздар. Мынау пастық сәл артқа жасаңызшы. Мына жерде жартай қорғаушының негізі допты ертерек берсе, менің ойымша Темір осындай проблема болмайтын еді. Болмайтын еді деп ойлаймын. Өйткені мынаны қараңыз, артқа қараңызшы. Жоқ, Темір бұл жерде навыныс жасауға да болады. Бұл қолмен көрсетіп тұр, Темір мына жақта бер шанаған деп тұр. Бұл жақта көрсету процесі жүріп жатыр. Сосын пенальти қараңыз, қол көтеріп тұр, бер шанаған дейді. Бұл жерде бұл күтпей қалды, ол пасты артқа беретін. Мен мұны ақтап атқан жоқпын. Аяқпен ойнау қиын ғой, енді естественно, ол футболистер ол жылдам аяқпен ойнайды. Сол кезде мысалы өзің сен қолмен көрсетіп тұрған кезде өзің енді бұл значит отключенныйсың ғой сен. Ол тек қана Темірланның қателігі емес, бұл кешенді қателіктер ғой. Бір қателіктен цепочка болып жалғанады. Футбол осы сондай нәрселер тұрады. Біреу соңында виноват болып халыққа, жанкүйерлерге Темірлан Анарбеков болып тұр. А на самом деле оған кім пас беріп жатқан? Оны ешкім біліп жатқан жоқ қой. Іздейік соны, міне артқа айналдырыңыз, көрсетейік режиссер мырза. Мысалға да. Кім кінәлі? Аққайың болып тұр ғой конкретно айтқанда. Окселен ба, иә? Окселен қолын бетер салды. Бұл жерде енді бәрібір Оксенен енді дер кезінде пас бердім деген оның аргументі бар. Енді футбол қателіктерден тұрады. Не айтуға болады? Атырау оның үстіне шыны керек. Бұл енді тең түсуден қазір енді білмеймін, әлем чемпионы шығар қазір. Фиорентинамен бірдей болып тұр ғой жалпы. Тең түсу бойынша бір маусымда 15 тең түскен Фиорентина Давид де Геяның арқасында. Бұл жерде мынау Швейцария және Катар құрамалары арасында матч еске түседі. Тура осылай фаворит болған, бір команда шабуылдаған. 95-ші минутта Катар бір гол ұрып кетті. Бірде-бір болып кетті. Осы әділетті ма? Мінекей футбол сол ойынға келіңкірейді дейсіз ғой. Иә, мына жерде мінекей Гуаль тепкен, ары қарай Жоржини алып кеткен, ары қарай теуіп жатса, қақпашы тосып жатыр. Осы жерде жаңағы қолына тиіп пенальти болды деген бір жанкүйерлердің шағымы бар десе де, негізі соңына дейін ойнауға мүмкіндік беріп тұр ғой. Енді өзі соқпай жатыр бұл жерде. Енді бірақ Атырауды айта кетейік, негізі Атырауды бере салатыннан команда емес. Шыны керек Чебуриннің маэстро екен ғой бұл кісі. Бұл кісі әлі талай қинайтын сияқты. Жоқ, енді оны айтып отырмын ғой, 2-ші наурыз күні жұмысқа кіріскен адам ғой, 2-ші тур басталып жатқан кезде. Енді қалай ол сондай командадан енді амал жоқ жасақтап жатыр. Қазіргі мақсат КПЛ-де қалатын сияқты менің ойымша мына тұрысымен. Еще осы жақында трансфер жасап жатыр бұл кісілер, легионерлер алып жатыр. Сосын бұл Атырау сапындағы бір-екі мықты футболшы бар негізі. Дорофеев деген шабуылшы бар, Ресей жастар құрама командасына. Бірақ бір минусы Юденков кетіп қалды ертіске. Сол үлкен бір кішкене кінәрат болып тұр енді сол жағы. Атырауды енді есептен шығармауымыз керек дегенмен. Енді бұл ойында Қайрат ұпай жоғалтты, жағдайды қиындатып алды. Алда енді Еврокубоктың іріктеу кезең ойындары басталады. Ойын көбейе түседі деген сөз енді оңай болмайтыны анық енді. Сәттілік тілейміз не де болса. Ротация керек. Жаңа бір сөзіңізде Ұлытау деп қалдыңыз. Бұлар Ұлытау үйде жеңілмеді осы маусымда.
кеше бүгін тағы да жеңді. 2-1 есебімен жеңісті ұтты. Бір қарағанда жеңіс есепті ашып еді. Жоқ. Иә. Сол қайта босаңсытып жіберген секілді Али Алиевтің командасын жақсы ойнап атқан. Және Зулфикаров Ұлытауға өтіп кеткен ойыншы жеңіс голын соқты. Енді Ұлытау командасы Каспиймен керемет трансфер алмасты. Олар Рамазан Аблайханды берді, олар керісінше Зульфикаровты алып алды. Команда екі футболшыны, шабуылшыны былай-былай ауыстырды. Өйткені Рамазан Аблайхан өткен жыл Жетісайда керемет ойнаған. Ал ол кезде кім бас бапкер болған? Шойтонов бас бапкер. Шойтонов Каспийдің бас бапкері. Ананы бер, мен саған мынаны берем. Осылай PlayStation ойнап жатыр дейсің ғой. Ақ терек, көк терек, бізден сізге кім керек деді. Сондай осындай жағдай. Сосын Каспий командасының сапынан біраз футболшылар кетіп қалды. Оны қазір айтамыз. Айтпақшы Жетісу Ұлытау мен жеңістен қорытындылай салайық бұл жерде. Ол ойында енді Ұлытау футбол клубының бұл маусымда қарқыны сіздерді таңғалдырмай ма жалпы? Таңғалдырып жатыр. Енді өз алаңындағы матчтары тура жаңа бір баяғыда Астана аренада ойнаған кезде ешкімге жеңілмейтін еді. Тура сол секілді Ұлытауда ұлт ұясы Ұлытауда жеңіліп жатқан жоқ. Керемет. Нұркен ағамда жұмысын айта кетейік. Нұркен Қалдыбекұлы Мәзбаевтың арқасы осы жақында туған күні болған. Кстати, осы жерде Happy Birthday деп қояйық. Құттықтап қояйық. Және ол команданың осы жақсы ойнап жатқанына байланысты әкімшіліктен тапсырма беріліп, осы клубқа демеушілер тартылып деген сияқты осындай тапсырмалар болып жатыр енді әрекеті. Жеңістің айналасында бұл коммерцияланған клуб болды ғой, маусым басында хабарлады. Ол енді шын мәнінде ма? Михаил Амтадзе ғой. Өйткені Михаил Амтадзе өзінің негізгі клубын сатып жіберді ғой, қайтадан Уиком Wanderers'ты. Бұлар күшейеді. Және 8-ші легионер алыңыздар, күшейсеңіздер болады деген тапсырма келген екен. Бұл кісілер қазір бір легионер алып қалады ау. Алып қойды, оны Лабжанидзе кетті, біреулер кетіп жатыр деген. Мен Ұлытауды айтып отырмын. Ұлытау ма? Жоқ, негізі Ұлытау айттық қой, жылдың басын айтып береді. Ұлытау өз алаңда ешкімді жібермейді. Өйткені үйде тұрған кәмпитті кім береді? Өзінен басқа жіберу керек қой. Дұрыс айтасың, міне Ұлытау жеңіс ойыннан кейін бұл жерде енді үйде бұлар енді Қайратпен тең түсті, жеңілген жоқ. Тобылды жеңіп, жеңіс жеңіп, Елімайды жеңді, енді таңғалдырды. 10 адаммен жеңді ғой. Иә. Бір футболшы алаңына қуып кетсе. Енді бүгін мынау енді осы жазғы трансферлік ауысым кезінде өзгеріс болып жатқан команда деп айтып өттіңіз. Ақтөбе өз алаңында Алтайды жеңді. Кубокта жеңе алмаған еді, міне чемпионатта 2-0 жеңді. Латурнус деген жас футболшы тағы да гол соқты. Латурнус қаншаға сыймайды. Футболшыны енді Портуға апарып қойдық, қазірге енді ол қауесет шығар. Бавария деп отырмыз. Бавария деп отырсыз. Өзі айтыпты сұхбат бергенде, оның негізі ұлты кішкене рас екен, неміске қатысы бар екен, сол Баварияда ойнағым келеді деп айтыпты. Оның үстіне білесіздер, осы Қазақстанда туған бір футболшы, әкесі Қазақстан туған Артур Деграф деген кісі. Соның баласы қазір Баварияның негізгі құрамына алынды. Ақтөбе жайлы бір инсайттарыңыз болса айтып отырыңыз. Ақтөбеде енді қазір мықты-мықты екі ойыншыны алды ғой енді. Одан кейін де тағы да трансферлер жасалып жатыр. Мысалға Алтай сапында ойнайтын Сейф Поповқа қазір елдің бәрі қызығып отыр. Сол ақпаратты Дадаев екеуін бірден алады деді. Өтірік деді. Өтірік сол біреуін ғана алатын шығар деп отырмыз. Өйткені ақша бәрібір қанша дегені істейді деп ойлаймыз. Қаржы бар командада, клубта, сондықтан Ақтөбеде в принципе негізі қазір күшейіп алатын керемет мүмкіндік бар десек болады. Ақтөбе жақсы 19 ұпай жинады, 13 турдан кейін 7-ші орында тұр. Кезекті турлардың бірінде 4-ші орынға шығып кету мүмкіндігі бар команданың. Жеңу керек әрине. Мен жеке парақшама жазып қойып тұр, Латурнусты ұлттық құрамаға шақырыңдар дейді. Мен айтамын да, ол баланың әлі кеше жастар құрамасында тамаша ойнады. Тамаша ойнап жатыр. Мен айтамын, бұйыртса осы қарқынмен ұра берсе, бұйыртса күзгі ойындарға шақырып. Кешегі жастарымыз анау Грекия, Сербия, Португалиямен тең түсіп. Негізі Португалияны Сербияны жеңіп, бірақ Грецияға ұтылып қалды дейсің. Бірақ шыққан жоқ па элитный? Шықпады, 3-ші орыннан шықты элитный раундқа. Жастар мықты, жастар өсіп келеді. Элитный жастар өсіп келеді. Енді бұл ойыннан кейін тікелей Астана Ертіс ойынына көшіп кетейік. Шыны керек, қазір енді подкасттың қарқынын түсірмейік, түсіріп алмайық, өйткені әлем чемпионаты болып жатыр. Қазақстан премьер-лигасына конкуренция болып тұрған. Астана сапында ойнайтын Иван Башич айтпақшы нәтижелі пас берді кеше әлем чемпионатында. Бұл да бір тарихи жағдай. Қазақ футболында тәжірибесін алып. Қазақстан премьер-лигасында ойнайтын футболшы бірінші рет қателеспесем тарихта әлем чемпионатына қатысып. Осы матчқа Елдос Ахметов барып келген секілді. Біз ұлттық құраманың бас бапкері Талғат Байсефинов мырза және мен және Азовский мырза бар. Геннадьевич бәріміз барып осы ойынды бақыладық. Өйткені
өздеріңіз білесіздер, Әлібек Қасым, Ян Вараговский, Димаш Караман, Абраев деген ойыншылардың бәрін қадағалауға бардық. Және де білмеймін, өз басым ұлттық құрамаға ойнағаннан кейін Қазақстан біріншілігіне келсең мүлде басқа ғой енді. Өйткені сенде пространство көп болады, ойынның қысымы да жеңіл болады. Содан кейін мына ойыншылардың да ойнауы бір ерекше болды. Бүгін Караман бар, Абраев бар. Абраев енді бүгін шыны керек білгенін істеді. Бартолистің голы енді бұл голласо болыпты, таза. Бартолистің голы негізі бұл турдың үздік голдардың бірі болады. Автоголға жазылыпты енді қақпашыға қате кірген. Енді ауыстырсын. бұның алдынан Исламбек Қуаттың да осындай голы болды ғой, енді Жетісудың қақпасына соққан. Тамаша гол, керемет. Астана футбол клубы коммерцияланатын клубтардың қатарына кіріп қала ма осы маусымда, Ермұхамед? Әрине, міндетті түрде. Мен тіпті айта кететін болсам, алдағы бір айдың ішінде мәселе шешілуі тиіс. Өйткені клубтың қазір біз енді алып қашпа әңгімелерін естіп жүрген бейресми дерек бойынша 4 миллиардқа жуық қарызы бар, ал оны төлеу керек. Оны төлеу керек, әлбетте ол Самұрық қазынаға қарасты бұл спорт қоры компаниясы және ұлттық компания, және содан бөлек бізде спорт кәдімгі министрлігінен тапсырма келу керек. Сол қарыздар жабылып болғаннан кейін клубты осы 3 адамнан тұратын бір консорциум дейміз ба, сондай компания сатып алмақшы. Оның ішінде біреуі букмекерлік кеңсенің қаржысы болады, біреуі басқа бір компания, мұнай компаниясы деп айта салайын, және үшіншісі осы құрылыс саласында көзге түсіп жүрген компаниялардың бірі. Алпауыт клуб болып қалады ғой енді. Иә, және бір инвестор, солардың ішінде шетелде тұратын сондай бір ірі инвестор, және солар жұмысқа келген кезде жақсы бір менеджерлерді жұмысқа алып, тағайындап, осы Қазақстанның ішіндегі білгір, тіпті шетелдік мамандар тағайындап, осылай клубты түбегейлі өзгертпекші, және биылғы жыл маусым уже өтіп кетті десек те болады. Астана командасы үшін чемпиондық еш таласамайды. Еврокубокта ойнайтыны бар? Иә, бар. Сонымен қарыздардан құтылып, 0-0 шығып, клубты келесі жылы қайтадан Еврокубоктерді ойнайтындай мықты бір тегеурінді клубқа айналдыру болып отыр. Және сонымен қатар команданы алып жатқан инвестордың бірі осы Астана қаласының шетінен академия құрылысын салатынын айтып отыр. Тура қазір құрылыс жоспарда бар. Тамаша. Бұл жерден Абраевқа байланысты Брюггеге өтеді, 2 жылдан бері қызығып жатыр деген ақпарат тарап жатыр. Енді оның рас өтірігін білмейміз. Кесіп айтсаңыздар. Сіздер білесіздер ғой. Енді лайық қой. Ойнап кетсе, енді әрине біз қарсы емеспіз ғой, бірақ білмеймін, ондай нақты ақпарат естіген жоқпыз. Қазір агенттер бұл мәселені қарастырады дегендей. Бұл Мақсат Абраевтың агентін жалпы негізі мен өте жақсы танимын, бірақ ондай әңгімелер әзірге естіген жоқпын. Мұхамеджан Сейсенге байланысты тоқталайықшы. Қателеспесем, 7-ші, 8-ші, 9-ші матч әлі шықпай жатыр ойынға. Ұлттық құрамадан да тыс қалды, өткенде көрдіңіздер. Бүгін тағы Чондрич шықты. Шынайы бәсекеде жеңіліп жатыр ма ол, или басқа да бір себептер бар ма? Менің ойымша сәл Ермаш білетін шығар оны. Жақсы бастап келеді негізі. Енді Мұхамеджан Сейсен туралы ештеңе дей алмаймын, бірақ Чондричтің алаңға шығу шықпасына командадағы легионер футболшылар әсер ететіндігін біз өткен жылдан бері естіп келе жатырмыз. Яғни Григорий Константинұлына легионер жігіттер ақылдасады екен. Осылай қылсақ қалай болады деп футболшылар кейде осылай айтады екен. Футболшылар болғанда бірақ футболшы өзі абыройы зор, сондықтан осындай бір влияние бар секілді болып көрінеді. Және екінші момент, көбісінің пікірі бойынша Чондрич Мұхамеджан Сейсенге қарағанда аяқпен жақсы ойнайды, европалық мектеп, пас жақсы бере алады, алға выходқа жақсы шығады деген секілді бір әңгімелер. В принципе, Мұхамеджан Сейсен де аяқпен жақсы ойнайды, выходтары да жалпы жаман емес. Өткен жылы бір қателік жіберіп алған, содан кішкене сол қателік бүлдіріп кеткен. Жеңіске қарсы матч қой, білесіздер енді. Сол ойынды әлі күнге шейін есіне алып жүр дегендей. Бірақ негізі на самом-то деле жеңіске қарсы тағы бір матчта Чондричте масқара қателік жасаған. Аспаннан ұшып келе жатқан доп 22 секунд ұшып келді. Сол допты аңырап, айғарап тұрып, ол да жіберіп алған еді.
Чондырыштен ешқандай жері Мұхамеджан Сейсеннің кем емес. Сондықтан жалпы негіз Қазақстанда қақпашыларға мен ешқандай әңгіме айта алмаймын. Біздің қақпашылар бірінен бірі өткен. Мысалға, бізде енді Алтайдың қақпашысын айтуымыз керек. выходқа шығатын кезде шын мәнінде біздің қақпашылар осы көп қателесіп жатыр негізі. Бойы ұзындар қателеспейді. Бойы Шайзаданың қателігі болды алдындағы бір ойында, шығып тұрып шықпады, сенімсіз. Бүгін Қажымұхан да анау елемай гол соққан кезде бір екіленіп қалды да. Енді мысалға Бекхан Шайзаданның бір матчта, осы қай матч екен есімде жоқ, 89 минутта бір кіріп баратқан голды, баспен ұрған голды былай шығарып алған есімізде мысалы. Оқжетпеске қарсы. Оны неге біз ұмытып қаламыз? Біз сондай кезде ол моменттерді ұмытып қалады екен. 4-5 сейв жасайды да, бір қателік жасаса, сол шайып кетеді. Қақпашының жұмысы негізі гол жібергенде сондай ғана кезде бір байқалып қалады. Неблагодарный жұмыс дейсің ғой. Қақпашының жалпы еңбегі пенальти қайтарған кезде ғана бағаланады екен ғой бізде. Серия пенальти болу керек екен ғой бізде. Темірлан Аларбековтен мықты пенальти тосатын Қазақстанда қақпашы жоқ деп айтуға болады. Бізде қақпашылар мектебі жақсы ғой. Тағы да бір Али Акбар деген қақпашы бар ғой, пенальти тосқыш. Алтайдікі. Соны неге Қазақстан жастар құрама командасына андыр 21-ге алмайды деген менде заңды сұрақ туындайды да. жоқ, құрамаға жауап береді. Алтайда премьер-лигада тұрып жүрген, пенальти тосып жүрген қақпашы каким-то образом остается вне поля зрения главных тренеров. Орысша айтайын, ол жақтағылар орысша сөйлейді ғой. Мен қойып көрейін ол сұрақты. Мен негізі жауабын білмеймін, бірақ енді ол жақта да біздің Даниядан келіп жүрген кім бар? Талсбаев Дулат, Шерхан Қалмырза. Шерхан Қалмырза и кім бар? Рихардтың баласы бар, иә. Шерхан өзі енді өтті ғой U21-ге, қателеспесем, U19-да. Бәсеке бар, менің ойымша болашақта. Мысалға Рихардты қай жерде тұрды ол, қай жерде қақпада тұрып жүр деген сұрақ туындамай ма сонда? Туындайды. Премьер-лигада бір бала тұрып жатыр да, ол неге алынбайды деген екінші сұрақ туындайды да менде. Жоқ, ол сұрақтардың бәрін мен жазып алайын, барып қояйын. Осы сіз былтырдан бері енді үйретіп қойдыңыз ғой, қазақ футболындағы былығын ашып, шындығын айтып, жанкүйерлерді үйретіп қойдыңыз ғой. Иә. Сіз дозаға отырғызып қойдыңыз. Қазір талап ететін болды. Олар қазір талап ететін болды. Сіздің мынау жай әңгімеңіз қазір оларға қызық емес. Осындай бір шынайы, осындай бір критика керек. Бүкіл былықты ашатын подкасттар қашан басталады жалпы? Қашанға жоспарлап отырсыз? Қыркүйек айында жаңа маусым. Еліміздің барлық YouTube арналарында. Негізі августте басталып кетуі де мүмкін, иә? Мүмкін. Сәл ерте басталуы да мүмкін. Шаммен сол 14-15 қыркүйектерге қарай басталады ғой бізде көп жағдай. Солар. Күтеміз онда сол. Тағы да бір ойын Каспий Қайсар арасындағы ойын. Каспий үйде өз алаңында. Бірақ енді үйде ойнамады. Бір жағдайда үйде емес дегендей. Қайсар аренада өткен матч. Қайсар Сариев жеңді. Жаңағы Зульфикаров соғып отыр ғой гол Ұлытауда. Мына жақта Рамазан Абылайға нәтижелі пас беріп отыр Донбассиға. Трансфер қалай күшті. Қалай бір-біріне бар бапкерін тапты. Шойтоновтың арқасы мінекей қалай керемет рокировка десек те болады шахмат тілімен айтқанда. Және шын айтқанда бұл матчта негізі Түркістанға ауыстырайық дегенде бір әңгімелер болған дейді. Өткенде бір кейін терек жоқ деп шешімге тоқталған. Өйткені ана Қайсардың алаңы болып кетіп отыр ғой. Түркістанға ауыстырайық десе нейтральный болсын деп. Нейтральный болса бәрібір Қызылорданың жанкүйерлері барып аламыз депті. Кез келген жерін тауып аламыз сендер депті ғой. Сондықтан мінекей Қайсардың шабуылы өте керемет гол. Бұл жерде қорғаныс конкретно айтқанда ұйықтады. Эзекель екінші ойын қатарынан гол соғып отыр негізі. Қайсар да осы жазғы трансферлік ауысым кезінде бастап кетті ғой. Иә, олар негізі бір футболшыны осы ақпан айында алып қойған етін бір қорғаушыны. Сол келді мінекей, осы жақында қосылды. Енді тағы бір орталық ойын шалып жатыр. Және сонымен қатар Қазақстандық клубтан бір футболшыны алайын деп жатыр, осы жақында шабуылшы алайын деп жатыр. Оны да айта кетуіміз керек. Кім екенін айтпайсыз ба? Келіссөздер жүргізіп жатыр. Бірінші әрбі. Ерте айтуға болмайды ғой. Ерте айтуға болмайды қазір. Сіз айтқаннан үзіліп кетсе болды ғой. Сіз осы агент емессіз ба? Мен ба? Түріңіз ұқсайды. Бұйыртса. Бұйыртса дейді. Сәл сақал өсірсеңізші. Қазір мынау агент болу да өте қиын болып кетті. Өйткені УЕФА Қазақстанға лицензия беретін конкурс тестті
түгел 4 камерамен түсіріп отырып, өзің онлайн түсіресің, 2 камерамен бөлмеде ешкім жоқ екенін дәлелдеуің керек, және ағылшын тілінде болады, және взносын төлеуің керек, және биыл осы жақында ғана өтті, ол агенттер Қазақстан бірде-бір адам өте алмады. Осыдан 2 жыл бұрын Дулат Орынбек өткен еді, лицензия алып деген секілді, және тағы бір жігіт бар осы жақында алған. Одан кейін биылғы жыл ешқандай агент өтпеді. Және алдағы уақытта Қазақстан футболы бұл жағдайды қатаң қолға алмақшы, яғни сіз ауызша агенттер көп қой енді бізде. Ондай болмайды. Әр трансфер бекітілген лицензиясы бар агент арқылы өту керек. QR коды болу керек. QR коды болу керек, Каспий реді болу керек деген сияқты ғой, төлейтін. Сондай. Енді мына ойынға тоқталатын болсақ, Каспий енді үйде ойнағандай ойнапты енді. Статистика бойынша өте тамаша. Енді 6-1-дей бұрыштама көтерген, 8 рет тепкен, 3-еуі дәл ұшқан дегендей. Бірақ енді Нұрмұжан Салайдин міне Қайсар сапында негізгі құрам қайта оралды. Оралдыдағы тағы да сейфтер жасады, қаһарман болды десек болады. Ковач тұрып жүрген еді. Ковач та мықты, Салайдин де мықты, жалпы Қайсардың енді қақпашылары мықты бұл маусымда. Несін жасырамыз. Каспий командасы енді жаңағы маусымның басында өздеріңізді айтып өттіңіздер ғой, енді бұл команда жалпы аутсайдер деп, енді ұшып кететін, бірінші лигаға ұшып кететін командалар қатарында деп. Соңғы орында 16-шы орында, 15-ші орында Алтай, екеуі де 14-ші орында Ертіс, үшеуі де бірінші лигадан келген командалар. Жағдайлары жалпы қиын. Сондай, жалпы мынау Европадағы тұрақты чемпионаттарда өзі сондай болады. Чемпионшиптан келгендер обратно чемпионшипқа кетеді дегендер. Оларға сол пайдалы бұл ақша шығар. Бізде енді білесіздер жүре берейік дей ма? Тағы бір ойынға өтіп кетейік енді. Сіз енді ерекше бір сондай бір махаббатпен ойындарын көретін ойын бар. Тобыл деген команда. Мен 100% сенімдімін, сіз ол команданың ойынын көрдіңіз. Көрдім. Қызылжарға қарсы ойнады, 2-0 жеңді. Бірінші таймның 25-ші 30-ші минуттарында есеп 3-0 болуы тиіс еді, міндетті еді. Не деген моменттер пустой вороталар кетті. Жасұлан Жұмашев хет-трик жасайтын моменті болды, және сонымен қатар ол еще жарақат алып кетіп қалды. Ары қарай ойнамаймын деді ғой. Сөйтіп мінекей Мирослав Ромашченко бас бапкер ойынды кішкене қолына тізгінді ала бастаған секілді қатты айқайлады, және Тобылдың бұрынғы бапкері, қазіргі Қызылжардың бапкері Мелич Чурчич те осы жерде бірдеңе істеп қалғысы келді. Бұл командада енді мен әдеттегі деймін, Бугре деген біздің шабуылшы бар. Сол жігіт өте керемет ойнады. Сүйсінесің ойынына. Мына жерде мына қақпашы масқара қайтарды. Және Амин Талал да керемет ойнады бұл матчта. Және Милованович па шабуылшы. Сода да мүмкіндіктер болды. Және бір футболшы жақында алған ойыншысы болды. Сенгаджи деген. Тарбаев. Сөйтіп айтатынды білгем. А теперь команда КВН РУДН деп па? Сол Сенгаджи шықты, кішкене қателесе бастады, артқа мына қорғанысқа сәл кішкене бір нашарлау болды ма, или мына полян сезіне алмады ма, осындай жағдайлар болды. Қызылжарда бірінші тайм практически шабуыл болған жоқ, екінші таймда болды, моменттер болды Қызылжарда да. Мынау момент кірмедімін. Жасұлан Жұмашев қандай керемет. Жагоровтың пасыншы. Негізі осы ойынның үздік футболшысы мен үшін Наурызбек Жагоров болды. Енді білгенін істеді, қапталмен кәдімгі таксовать етті десек те болады. Таза Димарко сияқты ойнады, Ди Лоренцо, Димарко секілді қапталмен енді білмеймін, қапталдағы қорғаушы деп айтуға келе ме оны, келмей ме? Ол өз жалпы позициясы нақты бекітілген бе өз командада? Қай жерде адам жоқ, сол жерге барады? Жалпы Вингерлеу. Вингерлеу. Универсалдылау деп айтайын. Сондай алдап өтеу енді. Ал сіз Уруш Миловановичтің ойыны неге айтпайсыз? Гол соғып көзге түсті. 5-ші гол екен чемпионатта. Оған енді жағдайды жасап атқан жігіттерді айтып отырық қой осы жерде. Негізі Асқат Тағыбергенді айтуымыз керек, айтпақшы. Ол ассист жасады, және биылғы чемпионатта осы Асқат Тағыберген негізі 93 минуттан ойнап отыр екен, тұрақты түрде. Еще и заменге де шығып үлгеріп жүрген. Угловой көтерді, керемет гол кірді, содан басталды былайша айтқанда. Одан кейін екінші гол. Арасы 3 минут болған екен. Екінші минутпен, сонымен екінші голмен матчтың негізі тағдыры сол жерде шешілді, өйткені Қызылжар қоя салайық деді сол жерде. Жалғыз Этьен Бугре, Бауокен деген бір үлкен братан бар еді ғой, 250 мың теңге футбол ойнайтын бай кісі. Сенегалдағы байдың баласы. Сол кісі енді сонымен араласайық, мен саған айтайын. Тепкенде енді жаман тепті. Пенальтидің нүктесінен қисық теуіп жүрді.
Вот сол жерде кішкене бір артық салмақ білініп қалды. Аяғы қисық болса да байдың баласы тепсін дегенде болып қой. Дұрыс айтасыз. Керемет тепті. Жоқ, менің ойымша тобыл енді Еврокубоктарда ойнайды ғой. Иә. Сол себепті міне жақындап қалды. Қанша бір айдай қалды ғой. Сол себепті бұларға енді жиналу керек болып тұр ғой. Жиналғың келмесе де. Бұл енді жиналатын шығар енді мынау алаңның да шөп өсіп қапты әжептәуір жақсарып қапты. Ордабасымен болған ойында енді кәдімгі. Клубтың басшысы Санжар Сейтқазиновке осындай тапсырма түскен. Облыс әкімінен чемпионаттағы алдағы енді уақыт соңғы орындардан көтерілмесеңдер, Еврокубокна конференция лигасында жақсы нәтиже көрсетпесеңдер, жұмыстан кетесіңдер дейді. Давай, до свидания. Ұрсып жіберген дейді. Осындай информация келген. Және соған байланысты енді қазір тырысып жатыр, трансферлер жасап жатыр. Және конференция лигасына дайындалады ғой деп ойлаймын енді. Өйткені КПЛ-де қазір максималды түрде көтерілген конференция лигасында бұлар енді тәжірибелі команда ғой, ол Еврокубокта. 5-6 орынға көтерілсе де жаман болмайды. Іріктеуде тобыл нешінші маусым ойнап жатыр? Енді 10 маусым қатарынан, ол көп қой енді. Тәжірибесі бар ғой жалпы. Енді бару керек деп ойлаймын енді бір 3-ші ай. Мінекей мына Бугуренің пасы Бауокен деген футболшы Бауға қарай теуіп жіберді. Мынау енді ана қорғаушы да байқамай құлап қалған еді. Болдыра алмады. Сол күні болған тағы бір ойын, бүгінгі талқылауымыздағы соңғы матч. Бұл енді шоу көрсеткен екі команда, Жетісу Оқжетпес. 2-2. Қайрат ағаммен Ринат Әлеуетов арасындағы текетірес қазақ бапкерлер екеуі де жарап тұр осы маусым. Оқжетпес деген енді шыны керек, бұл команда қазір 3-ші орында тұр турнир кестесінде. Бір ойыны кем Қайраттан. Жоғарыда айтып өттік, егер сол ойын жеңетін болса, Қайратпен ұпай теңеседі. Енді бұл ойынның ең қызығы Жаңғылышбай заменаға шығып, соңғы минутта ойын тағдырын шешіп кете жазады ғой енді. Сол себепті Оқжетпестің негізі бір іште гармония бар деп сезінбейсіздер ма? Сол гармония, енді мынау Абинур кетті, оның орнына кімді алады екен деген не бар енді. Шахбоз Умаров талды. Ол позицияға келіңкіремейді. Шахбоз Умаров Оқжетпеске фото салмай ма? Сөйтсе Абдухадыр Хусанов өзбекше Омат Ака деп жазып жүр. Сәттілік. Көрдіңіз ба? Манчестер Ситидің футболшысы. Екеуі кезінде энергетик бүгін ойнаған кезде бір квартирада тұрған екен. Сіз бәрін картошка қуырып жүрген деп жібере берсе, бетон ғой. Белорусияда тұрып картошка қуырып жүрмесең енді. Болмайды. Русский дранники. Оралхан Өміртаев 2 гол соқты, ұлттық құрамаға. Иә, айтпақшы, Оралханның ойынын көрдік. Неге деймін да, Оралхан Оқжетпестен мүлде басқа ойнайды да. Биыл чемпионат басталған кезде 10 гол ұрам деген ғой ол. 4-те ұрды уже. Уже 4-те ұрды сатсын. Пожалуйста. Шашын алам дедіңіз да, қалай болды? Неге спорт ет? Бір-бірі спорт ет? Басқа кісімен спорт. Иә. Бірінші ол голын соққан кезде сәлем жолдаған ол кісіге. Есін жасырамыз. Ануарбеков деген шабуылшы да жаман емес, Жетісу сапында. Чемпионатта 5 гол ұрып тастады, 5-ші голын осы ойында ұрды. Бірақ енді Оқжетпес 2 рет жеңіліп жатып, 2 рет есепті теңестіріп кетті. Сондай бір жігерлі команда болып тұр, тіпті жеңіп кететін мүмкіндік болды соңында. Жетісуда осындай оқиға өте көп болып жатыр негізі. Өткен жолы да өз алаңында ұтып тұрған кезде бір қателік жасап алып, Нұрберген Нұрбол соның тең болып кетті. Одан кейін бұл команданың сырт алаңда Тобылдан ұтылып жатқанынша 2-0 ұтылып жатып, 80-ші минуттан бастап футбол не бастайды? Сөйтеді 2 гол ұрады. Қызылжарға да 2 гол ұрған өткенде. 2-2 теңестіріп, бірақ Бугуре көкем шешіп кетті соңында. Сол сәттілік жолдас болып кетті айтпаса. Енді Оралханның ойында негізі осы команданың бір капитандық повязка берсе, бір мүлде басқа ойнайды да. Жауапкершілікті білмеймін енді. Атқара алады десем де қателеспеймін. Қашып кетіп, мына аяқта мүмкін, мынау пас қате болды ғой деген жерде барып түзеліп гол соғып кетеді ғой енді. Оралхан деген есімі бар футболшы, енді жауапкершілік сезініп ойнау керек қой енді. 4-ші нөмірде арқалап жүруді оңай. Аты да өзі Оралхан. Шахбоз Умаров шықты. Енді бұл біздің әріптес досымыз Ербол Қайыровтың командасы болып тұр ғой енді Оқжетпес қазір енді. Сырт алаңда 2-2 тең түсті, мына жерде енді Жаңғылышбай супергерой болу керек еді негізі. Бірақ енді қиыс кетті көрдіңіз. Мына жерде бұлар да ұтып кете жазады ғой Жетісуда. 10 ұтпауымыз керек. Мына жерде негізі құлайын десе ешкім шалмай ма? Жоқ, бұлар да ұрмай кетеді ғой енді. Бұлай да көріп. Осы енді 2-2 тең түсті. Бұл жерде енді ашық ойын болды. Әділ нәтиже деп айтсақ болады. 2-2. 50-50-не қараңыз, топқа 50. Бәрі тең болып тұр.
сондай терезесі тең өткен ойын болды. Осымен бүгінгі жалпы ойындарды талқылап біттік. Енді сіздерден бір сұрайын деп отқан бір сұрағым бар. Осы турдағы бір үздіктерді анықтап көрейікші. Турдың үздік голы. Жаңа Бартолецтің голы Бартолецтің деп айтты ғой Елдос Ахметов енді. Лео Натальдікі. Ол гол автогол болып кетіпті да? Бірақ енді доптың Бартолецтің негізі еңбегі ойықты зор ғой. Анау негізі ұратын жер емес жалпы. Бір кезінде Келлер соқты ғой сөйтіп. Есіңізде ме? Киллер. Сол сияқты Бартолецте тура сол оң аяғымен ұрды да. Мен ойымша осы турдың ең үздік гол менімен келісесіз шығарсыздар. Переклайнаға тиіп, одан кейін қақпашыға тиіп кіргені де әдемі болды ғой негізі. Баяғы Руни ұрып еді ғой 2006-да Швейцар қақпасына. Өткен Исламбек қуат ұрды ғой. Ярық штиль қақпасына. Алысқа кетмейсіз. Сондықтан енді мен ойымша Бартолецке беремін мен. алыстан бір 30 метрден тепті ғой. Гол таза, әдемі. Турдың үздік футболшысы кім деп ойлайсыздар? Дінмұхамед Караман деймін. Орталық матч Елімайдың алаңында өтті. Елімай Ордабасы. Енді Ордабасыда кімді айтуға болады нақты? Командалық ойын көрсетті, шыны керек. Енді гол ұрды, бүкіл ойынды ортада жүргізген мықты легионер Абагна деп айтайық. Абагна болмаса кім? Натель деймін. Абагна әдемі екінші гол енді. Жоқ, енді Сұрапыл керемет, бірақ Нательдей жұмысы көзге қатты көрінбей қалады енді. Негізі анау енді жаңағыдай тепті ғой штрафнойдан ше. Бұл енді андай енді удар қойылған ойыншы ғой енді. Ол андай бір кездейсоқтық емес қой ғой. Сенім бар ғой. Ол Кипр чемпионатында Айел командасы ойнап жүрген кезде сол екі голдың бірін сөйтіп 30 метрден теуіп жүрген ғой. Ол бір футболшыны алдайды да, осы 30 метрден 40 метрден теуіп береді. Оның алдыңда гол соқпай тұрып па? Тепті ғой. Бірақ шығарып алды Пивкин. Бірақ келесі моментте өкінішке орай тұрған жеріне қадап тастады. Мен де сол Наталь деп ойлаймын. Таңғалдырды гол, сұмдық, үздік тур. Аяғының күші бар екен да. Үздік қақпашы кім деп ойлайсыздар енді? Осымен үздік қақпашыны анықтайық енді. Қақпашыларға көп сын айтылып жатыр соңғы кездерде. Енді гол жібермеген қақпашыны айту керек шығар. Енді гол жібермеген қақпашылар бұл жерде. Тобылдың қақпашысы енді бірден айтайық. Данил Устеменко. Жаңа Салайдин де мықты тұрды деді. Салайдин бір гол жіберді. Жалпы гол жібермеген үш команда ғана болып Тобыл. Ақтөбенікі командасы, Астананыкі. Бір сейф жасап, ондай қатты көзімен Салайдин деймін. Салайдин, соны айтуға болады, өйткені Каспийді біраз шабуылдады. Осымен енді подкастымыз тәмам аяқталды. Рахмет келгендеріңізге. Келесі аптада жолығып, тағы да қазақ футболын талқылай берейік. Рахмет. Шақырған. Қазақ футболын біз айтпасақ, негізі біреу Еуропадан келіп айтпайды ау. Дұрыс айтасыз. Олардікі дұрыс емес, сатылған деп ешкім айтпайды Еуропадан келіп. Рахмет келгендеріңізге. Керемет жүргіздіңіз сіздер. Жақсы.